Қарыз мәселесінде осы жерде айтып кету керек емес па? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис келеді. Қайсы бір адам бір кісіге бір тіллә алтын қарызға берсе, белгілі бір уақытқа, сол уақыт болғанға дейін күніге ол кісіге садақа жасадың деп сауап жазылады дейді. Ал егер уақыты келгеннен кейін ол кісі қиналдың ғой деп тағы да күтетін болса, әрбір күткені сайын қарыз малын садақа қылдың деп жазып отырады екен. Күніге қанша қарыз малы тұр, сонша күніге садақа беріп жатқандай сауап жазылады дейді. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек қана бұл жағын айтқан емес, таразының екінші жағында айтқан. Пайғамбарымыз айтады: «Хайрукум ахсанухум қабаан» дейді. Сіздердің іштеріңізде ең абзалыңыз қарызын көркем түрде жеткізетіндеріңіз дейді. Қарызын уақытылы, тіпті уақытынан бұрын жеткізетіндеріңіз, бауырлар. Сіздердің және біздің ішіміздегі, мұсылмандардың ішіндегі ең абзал адам қарызын өте көркем түрде уақытыменен жеткізетін адам, бауырлар. Пайғамбарымыз беруші қол алушы қолдан абзал, жоғарғы қол төменгі қолдан абзал деп кеткен, бауырлар. Әркімнен қол жайып сұрау ол жақсы емес, бірақ қарыз беруде, біреудің қажетін шығаруда үлкен нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: қайсы бір адам өзінің бауырының қажетінде болатын болса, сол қажетін орындап бітіре алса да, бітіре алмаса да, Аллах тағала қиямет күні мен сенің қажетіңде боламын деп өз мойнына алады дейді. Сол қияметті Алла мойнына алған іс бітпей ма? Ойлаңызшы. Сізбенен біз біреудің ісін мойынға алып бітіре алмаспыз, бірақ Алла сіздің біздің ісімізді мойнына алса бітіреді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осындай бір өнеге қалдырды-ау. Біздің дүниеде, осы қазіргі өмірде де сондай бір уақиғалар еске түседі. Бір кісі былай деп уақиға айтады. Сол айтып беруші адамның өзінен естідім дейді. Бір кісі жан ұясыменен көлікпенен сапар шегіпті. Сол сапар шегіп келе жатып, дәл жолдың ортасына келген кезде көлігі бұзылады ғой. Күн ысып бара жатыр, бала шағасы ана көліктің ішінде. Кішкентай балалары бар, әйелі бар, қиналып тұр. Жүгіріп шығып ұста іздейді. Енді ана бір ауылды жер, бір кішкентай ғана станция, бір жерлер. Сол жерлерден адамдарды тартып алып кеп, не қыласын десе, көріп, қожайын кешіріңіз, мына машинаңыз жарамайды, бұның моторы толығымен құрыған, бұны сіз үлкен қалаға барып жөндетесіз, бізде бұған ешқандай еш нәрсе жоқ дейді. Кері қарай сүйретіп бару керек, алға қарай сүйреу керек. Бұл жолдың ортасында да. Соменен анаған, мынаған жүгіріп, сол күннің астында қиналып тұрғанда, жанына бір көлік кеп тоқтайды. Сөйтіп тоқтай салып, әлгі кісі айтады: не болды, қалай жағдайыңыз? Не болды десе, осындай болып қалды, мен машинаны білуші едім, ашыңызшы деп капотын көріп, ары бері көреді, айтады: расыменен де машинаңыз өзі келетін жеріне келіп тоқтапты енді дейді. Енді ойлаңыз, сізбенен біз солай қылсақ не істейсіз? Енді бір қайыры барда деп әйтеуір бір дұға қыларсыз, жүда болмағанда, болды ғой, одан басқа не істейсіз енді? Ана кісіні қараңыз. Бауырым дейді, біз бұлай қылайық дейді. Сенің балашағың бар, мен жалғызбын. Сен бүкіл балашағаңды, әйеліңді менің көлігіме отырғыз, өзің менің көлігімді ал дейді. Сөйтіп жететін жеріңе жет дейді. Сөйтіп сол жақтан мына көлігіңе жаңағы алып кететін машина жібер. Сол машинамен мен де бара салам дейді. Оған дейін мен мына жерде намаз оқиын, шай ішейін, бір демалып алам. Сен кеп қаларсың дейді. Қарасаңшы, танымайтын адам. Сосын ана кісі қорқып кетеді: сен мені танымайсың, мен сені танымаймын, мынау көлігіңді беріп тұрсың, бұл қалай десе, менің көлігім сенде, сенің көлігің менде тұрған мынау. Сонан кейін жарайды дейді.
Сөйтіп бала шағасын ана кісінің көлігіне отырғызып, соның көлігіменен баратын жеріне барып, машина жөнетеді бері қарай. Соныменен бұл кісі машина түннің бір ортасында келеді, бұны артады, үйтеді, бүйтеді, соныменен ертеңіне түске барады ғой, анау баратын жеріне, арғы қалаға. Сөйтіп барғаннан кейін рахмет деп анау кісінің көлігін беріп, енді жаңағыдегі телефон алмасып қалады да, жаңағыдегі мен саған не істейін, ақша берейін ба, басқа берейін ба, ой қойшы сен де, бәріміз бауырымыз ғой деп кетіп қалады анау кісі. Көлігін мінеді. Бірақ телефонын алып қалады. Сөйтіп бір достарымның арасында отырғанымда осы уақиға есіме түсіп кетті дейді. Сөйтіп, ой, мен бір осындай бір керемет адамды танимын, жер бетінде солардың арқасында жүрміз ғой әйтеуір деп, бір звондап қойық, жағдайын біліп деп, қазір дейді, сол жерде отырып звондайды. Алло, ассалаумалейкум, алейкум ассалам, пәленше ма? Иә, бір әйел кісі алады, ашулау сәл. Не болды? Сол осы жаңа қарыздарың сұрай беріңдер, түрмеге жатыр ана жерде дейді. Қарызын төлей алмай түрмеде жатыр екен. Жаңағыдегі. О, қай түрмеде? Пәлен түрмеде. Қашан осындай. Болды, жарайды, қазір дейді да, түрмеге барады. Сөйтіп, бұл досым осылай екен ғой деп, артында қарыздары көп екен деп, қалтасында 100 мыңдай доллары болады. Сол кісіге жаңа дейін, өз бай кісі болады. Барып, не болды қал жағдай десе, осындай қарыз десе, мақыл дейді да, қалтасынан 100 мың доллар алып, жаңағыдегі түрмеге төлеп, мына кісіні шығарыңдар дейді да, сөйтеді да, бірақ бір шарт дейді. Менің атымды да айтпаңдар, әйтеуір біреу келіп төлеп кетті дейді да, мен де бір жақсылық жасайын дейді да. Біреу келіп төлеп кетті әйтеуір дейді да, соны ақшаны беріп кетеді ғой. Қызық ол жерде емес екен, бірақ. Сонда әлгі кісі енді ана 100 мың доллар келеді, сөйтсе, шынында ол кісі 100 емес 3 миллион доллар қарыз екен да. Бір жерге әйтеуір сауда қылам деді, бір нәрсе қылам деді, аунап құлады да енді. Ана 100 мың доллар оның жанында не бол енді? Бұлай қарағанда үлкен ақша болғанмен ана жерді жабамайды да ғой. Бірақ оны түрмеден шығармайды ғой енді бәрібір. Соменен түрменің бастығы келіп айтады, кешір, саған бір кісі келді, атын айтпады, осындай 100 мың доллар беріп отыр дейді да саған. Бірақ сен шықпайсың, өткені 3 миллион дейді да енді сенің қарызың. Сосын айтады, жарайды, біз былай қылайық дейді ғой. Осы жерде бәрібір қарызбен отқан адамдар көп қой дейді. Сол 100 мың доллар бөліп, сол қарызы барларға төлеп шығара берейік та онда дейді да. Жеткенше деп 7 адамды қарыздан шығарып жібереді ғой сол жерде. Үйінде бала шағасына жіберген жоқ ол ақшаны, күн көріңдер десе болады ғой. Жоқ, сол жерде төлеп шығарып тастайды ғой сол жерде 7 адамды. Соменен анау біраз уақыт өтеді, қайтадан бір досыма звондайшы деп, алло, пәленше досым қаяқта десе, ой, ол түрмеде дейді. Не болды мынау түрмеде? Қайтадан барады түрмеге, сөйтіп бастығына кіріп айтады, ынсап бар ма сендерде? Не болды? 100 мың доллар алып келіп едім, саған төлеп едім десе, о, сенсің ба дейді, сен екеуіңе таңырқаумен болдым дейді ғой, сен кеп ақшасын төлейсің, атыңды айтпайсың, анау мүлде бір басқа нәрсені істеді дейді ғой, жаңағыдегі. Не десе, ол 3 миллион доллар қарыз дейді, негізі дейді. Сенің берген 100 мыңды да дейді, 7 адам түрмеден шығарып жіберді дейді. Ойласаңшы. Содан таң қалып, мынандай деген адам болады екен ғой шынымен деп, бұл кісі сол кісінің бүкіл документтерін алып, жан жақтарға адвокат жалдап, олай қылып, бұлай қылып, түрмеден әйтеуір бір нәрсе қылып төлейтін қылып шығартып алады ғой. Жүгіріп жүріп. Бұл өмірде болған уақиға дейді. Адамдар бір-біріне жақсылық жасауды ұмытпаса екен. Көршісінің жағдайын сұрауды ұмытпаса екен. Бауырлар, дүние қолдың кірі. Бірде келеді, бірде болмайды. Бірақ сол қолдың кірі үшін арында, барында сатып жүрген көп бауырларымыз бар. Естерін жинаса екен сол кісілер. Тәубесіне келсе екен.